Достар, бәріне сәлем. Қалдарыңыз қалай? Артық салмақ тақырыбы жалғасады. Бірақ бүгін артық салмақ ерлердің артық салмағы жөнінде, әсіресе тақырып олардың қарнында. Сондай еркектер ең өкініштісі және ең обидно, қалай еді? Обидно. Ренжітетін нәрсе жалпы. Сондай еркектер отырып алып, біз қыздар билеп өзіміз артық салмағымыздан арылумен айналысып жүрсек, мотивация жасаудың орнына солар ойбай қарнымды құртсайшы анау мынау деп жазады мысалы комментарийда. Немесе тым арық жігіттер жазады, біздің қарнымызға тиісіп дегенде. Жалпы артық салмақ егер бар болатын болса, егер сізде қарныңыз бар болатын болса, сіз аяқ киім кигенде пысылдап оны кие алмайтын болсаңыз, сосын тамақ ішкеннен кейін жатқыңыз келіп, ары қарай демала алмай қалатын болсаңыз, онда тамақты тыю керек, тамақтың дозасын азайтып, кешке қарай тамақ ішпеу керек, сосын көп жаяу жүру керек. Көп адамдар айтады, ер адамдар, ой, қайдан мен түнгі 12-ге дейін 10-ға дейін жұмыс істеймін, сосын шаршап үйіме келем, содан кейін ғана тамақ ішемін дегенде, сылтау көп, әйтеуір сылтау көп. Бірақ жалпы сымбатты болған сіздерге өздеріңізге де пайдалы денсаулыққа біріншіден, екіншіден жарасады. Сосын әйелдер көбінесе еркектерге айтпайды. Кішкене қарынды құрт деп сол ұялады айтуға, айтып қалса ренжіп, комплексі ұстап қалып, бір трагедия болғандай сондай бұлқынады ғой. Ер адамдар шын ғой, сіздер тез ренжіп қалғырсыздар ғой. Айтсаң бұл соны, мен самооценкам түсіріп жатыр, бұл біреуді тауып алған дегенде әңгіме кетеді да. Сол үшін әйел адамдар айтпауға тырысады. Красотка қыздардың көбісінің еркектері көбіне қарындары барып, шалға ұқсап қалғандар. Сол жалпы мен айтуды шештім бүгін, жалпы тақырып қылып. Артық салмақ ұйқыны да бұзады, артық салмақ демді де басады, былай деп демала алмай. Артық салмақ кейпіңді де бұзады, сен уже костюмдерін бұрынғы кие алмайсың, 2 жыл бұрынғы костюмдерді, 5 жыл бұрынғы қалады сол күйге 100 мыңнан алған костюмдер. Сол айтайын дегенім, қазір нелер кететін шығар комментарийлер, ойба, өзіне қарап алшы дегендей. Қараймыз өзімізге, қарап жатырмыз, жасап жатырмыз спортымызды. Жалпы комментарий жазатын кезде, лайк басатын кезде, сіздер құр жатып алып, әдемі қыздарға лайк баса бермей, өздеріңіз хотя бы пресс жасап отырып, TikTok, Instagramда ашып лайк бассаңыздар, соншама бізге бір охват көбейтсін деп, просмотр көбейсін деп жандарыңыз ашып атса. Сол ғой. Жай жатып қана түк ештеңе бітірмейсің да, қимылдау керек, істеу керек, мойындау керек. Бастапқы нәрсе мойындаудан басталады. Менде артық салмақ бар, менде қарын бар. Содан мен арылуым керек деген тақырып. Сол ұнаса да ұнамаса да осы. Ал кеттік, ертең тағы кездескенше.